Бәріне сәлем. Бүгін жұмсақ әрі тәтті бауырсақтың қарапайым рецептімен бөлісемін. Алдымен жылы суға жылы сүт, ашытқы, тұз, қант және де жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қамыр одан да жұмсақ болу үшін майонез немесе қаймақ қосып жіберіңіздер. Сұйық май құйып, онды біртіндеп қосып, жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Қамыр дайын болған соң үстіне аздап май жағып, таза ыдысқа салып, бетін жауып, бөлме температурасында көтеруге қалдырамыз. Қамыр жақсы көтерілгеннен кейін қажетті мөлшерде бөліп алып, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Кез келген дөңгелек затпен қамырды кесеміз. Мен балалар бөтелкесінің қақпағымен ойып алдым. Қаласаңыздар жай төрт-бұрыш етіп те кесуге болады. Бауырсақтардың бетін целлофан мешочкпен жауып 10 минутқа қоямыз. Майды жақсылап қыздырып, бауырсақтарды екі жағы қызарғанша қуырамыз. Мінекей өте жұмсақ әрі тәтті бауырсақтар дайын. Осы рецептпен пісіріп көріңіздер, ұнаса лайк басып, жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.